Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Химияда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану пәні бойынша 8-ші дәрісімізге тоқталайық. Тақырыбы бейінді оқыту технологиясы. Жоспарымызға тоқталатын болсақ, бейінді оқытудың мәні, қызметі және мақсаты. Бейінді оқытудың құрылымы, келесі тоқталатынымыз бейінді оқыту тұжырымдамасына сәйкес мектептің оқу жоспарына қойылатын талаптар. 4-ші портфолио. Бейінді оқыту жалпы анықтамасына тоқталып өтейік. Білім алушылардың мүдделерін, бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау үдерісі және білім беру үдерісін ұйымдастыру болып табылады. Бейінді оқыту дегеніміз оқушылардың қызығушылығын бағытталған қабілеттерінің дамуына жағдай жасайтын және олардың келешекте мамандыққа ие болуға, тиісті кәсібіне бейімделуіне қамтамасыз ететін іс-әрекет. Ол тек қана мектептің жоғарғы сатысында жүзеге асырылады. Мақсаты бейіндік оқытуды іске асыру білім алушылардың саналы түрде кәсіптік, азаматтық, тұлғалық, өзін-өзі анықтауына мүмкіндік беретін түйінді құзыреттіліктерді игеруіне қамтамасыз ету және даралық білімділік қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады екен. Бейінді оқытудың мақсаты жалпы білім беретін мектептердің жоғары сыныптарындағы оқушылардың еңбек нарығының нақты сұраныстарын ескере отырып, әлеуметтендіруге бағытталған арнайы дайындау жүйесін жасау болып табылады екен. Ғалым Скопинаның бейінді оқытуды ұйымдастыру моделі бойынша бейінді оқыту екі құрылымнан тұрады екен. Бірінші, оқу курстарының қысқасы сипаттамалары. Бұл бағдарламаны меңгеру үшін дайындық сипаты мен бағдарламаны меңгеру нәтижесінің талаптары берілген бейінді оқыту бағдарламасы болып табылады екен. Екінші, тоқталатыны бағдарламаны меңгеру траекториясынан оқу курстарының оқыту ретін, орнын, оқыту әдістемесі мен оқыту нәтижесін көрсетеді екен. Бейінді оқытуда икемділік ғалым Суматохиннің пікірінше оқу пәндерінің түрлі үйлесімдіктерін құру арқылы жүзеге асады екен. Бейіндік оқыту принциптері мен талаптарын жүзеге асыру үшін білімнің дамыту потенциалын арттыру үшін жоғары мектеп сатысындағы элективті курстар қойылады екен. Ал ғалым Леннердің пікірінше элективті курстар бейіндік саралауға арналған және бір бейінді толықтыратын факультатив курстары немесе таңдау курстары. Кузнецов пікірінше элективті курстар практикалық міндеттерді шешумен байланысты іс-әрекеттердің тәсілдері және біліктерді қалыптастырумен бағытталған әлемнің бір тұтас бейнесі туралы бұрын алған білімдерін интеграциялайтын қосымша білім алуы, жеке өмірлік басымдықтары мен қызығушылықтарына қарай еңбек нарығындағы сұранысқа ие болып отырған білімдік нәтижелерімен қаруландыруға арналған. Бейіндік оқыту тұлғалық бағдарлы дамытуға жағдай жасап, оқу жоспарының екі құрылымымен сипатталады екен. Яғни бірінші мектеп, екінші оқушы компоненттері. Мектеп компоненті таңдалған бейінге сәйкес министрліктің дайындаған міндетті базалық және бейіндік пәндерден тұрады. Оқушы компоненті элективті курстардан тұрады, яғни әр оқушы 2 жыл ішінде 6 электив курс таңдап меңгеруі керек екен. Келесі тоқталатынымыз базалық, бейіндік, элективті курстардың үйлесімді ұйымдастырылуы, бейінді оқыту мақсаттарына жетуін және келесі принциптерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бірінші, аймақтық принцип мектеп түлегінің еңбек нарығының негізінде жергілікті оқу орындарын таңдаудағы ерекшеліктермен сипатталады. Екінші, вариативтілік принципі мектеп бітірушісіне ұсынылатын бейіндер мен оқу курстарының жеткілікті мөлшерде болуы. Үшінші, даралық принципі жоғары сынып оқушының кез келген этапта бейінін ауыстыруға, өмірлік мақсаты мен кәсіптік жоспарларына сай, жеке мүмкіндігі мен қабілеттеріне қарай бейін таңдауындағы еркіндігінің болуы. Төртінші, өнімділік принципі бейіндік мектепте оқушының оқу іс-әрекетіне жоба әрекетін енгізу арқылы оқу өнімділігін жетілдіру.
Бесінші, түсіністілік принципі бейінді оқыту мазмұнының негізгі ұғымдардан басталып, оқушының танымдық әрекеті барысында толықтырулармен байланысты болып табылады екен. Бейінді оқыту тұжырымдамасына сәйкес мектеп оқу жоспары келесі талаптарға сай болу керек. Бірінші, вариативтілік. Жоспарда элективті курстары көп мөлшерде болу керек, оқушылардың білімділік сұраныстарын қанағаттандырып, жеке жоспар құру мүмкіндігінің болу. Екінші, жүзеге асырылатындығы. Жоспарда жүзеге асыру үшін қажет ресурстардың, бағдарламалық әдістемелік кадрлардың дайындығы, мектептің материалдық техникалық базасының болуы және тағы да басқа. Үшінші, икемділігі. Вариативтілікке сай жоспардың мазмұнын қайта құру, өзгерту мүмкіндік екен. Яғни бірінші мен екінші бір-бірін толықтырып тұрады. Бейіндік оқыту процесінде білім алушылар мотивациясы, олардың өзіндік бағалауын көтеру, жетістіктерін бағалауы, білім алушының шығармашылығының өсуі құралы ретінде портфолио маңызды рөл атқарады. Портфолио француз тілінен аударылған, яғни портер баяндау, айту, фолио бет, парақ, жетістіктердің жиынтығы болып табылады екен. Яғни сіздер білесіздер, кез келген жеке тұлғаның, оқушының өзіндік жетістіктері болады. Соған қарай, енді портфолиоға тоқталып өтейік. Бұл оқушылардың жеке жетістіктерін белгілеу, жинақтау және бағалау тәсілі. Ол бағалау үдерісіне ғана емес, өзін-өзі бағалау үдерісіне де бағытталған. Портфолионың негізгі мақсаты қандай? Яғни оқушыларға өздерінің іс-әрекеттерін талдай алу, қабілеттерін дамытуда көмек көрсету, оны жалпы қабылданған стандарттармен салыстыру, оның негізінде энергиясын қайта қарастыру, жетілдіру, қайта бағыттау, жетістіктерге жету үшін бастаманы қолға алу болып табылады екен. Портфолио оқушының оқу кезеңінің бір кезеңіндегі дара жетістіктерін тіркеу, жинақтау және бағалау тәсілі. Портфолионың басты мақсаты жасөспірімнің білім беру процесі бойынша есебін ұсыну, тұтас алғанда маңызды білім беру нәтижелерінің картинасын көру, кең білім беру контекстінде мәнмәтінде, яғни оқушының дара жетістігін бақылауын қамтамасыз ету, алған білім мен білігін практикада қолдану қабілетін көрсету. Портрет, яғни портфолионың ішінде портрет бөліміне білім алушының қызығушылықтары туралы мәліметтер бар, эссе, синвин дейді, фотосуреттер және тағы да басқа портреттің ішіне қосуға болады. Келесі коллектор бөлімі, яғни бейіндік оқыту аясында портфолио тақырыбына сәйкес ақпараттан тұрады. Енді коллектор материалдар мен ақпараттардың бір бөлігі бейіндік оқытуда пайдаланатын жинақ сандықшасы деп аталады екен. Жұмыс материалдары келесі бөлімі, яғни бұнда портфолионың ішінде автордың зерттеу сипатында қандай да бір материалдарды, графикалық материалдар, кестелер, графиктер, сызбалар және тағы басқа да материалдар мен хабарламалар, баяндамалардың тақырыптары, түрлері, түрлі шығармашылық жұмыстарын әзірлеу және орындау үдерісінде пайдаланылған ақпараттардан тұрады екен. Жалпы бүгінгі бейіндік оқыту технологиясын қорытындылай келе, оқушылардың жеке қызығушылығы мен қабілеттеріне сәйкес білім алуына мүмкіндік беріп, болашақ кәсіби бағытын ертерек айқындауға жағдай жасайды. Бұл технология білім мазмұнын тереңдетіп оқытуды көздей отырып, оқу үдерісін дараландыру мен саралау принциптеріне негізделеді. Нәтижесінде оқушылар таңдаған бейіні бойынша білім алып, яғни бейіні бойынша терең білім алып, оқу мотивациясы мен танымдық белсенділігі артады. Бейіндік оқыту тұлғаның өзін-өзі дамытуына, мақсат қоюына және сол мақсатқа жүйелі түрде жетілуіне ықпал етеді екен. Бүгінгі дәрісіміз қысқаша тоқталып өттік. Назарларыңызға рахмет.